Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді жұмсақ вупи десертінің рецептімен бөліскім келіп отыр. Видеоны толық көріп, және де лайк басуды, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз сарымайға Қазақстан шоколадын бөліп салып, микроволновкада ертіп алатын боламыз. Әр 30 секунд сайын шығарып, араластырып отырмасаңыздар, шоколадтарыңыз күйіп кетеді. Шоколадымызды ертіп алғаннан кейін жұмыртқаға қантты салып, жақсылап, әппақ болғанға дейін 5-7 минуттай миксерлеп алатын боламыз. Десерттің жазбаша рецептін описание бөлімінен көрулеріңізге болады. Осы жазылған рецепттен 20 штук вупи десерт шығады. Міне біз жұмыртқа мен қантты әппақ болып 2-3 есеге дейін жақсылап тұрып көтерілгенге дейін миксерлеп алдық. Енді еріген сары май мен шоколадты салып, тағы да кішкене миксерлеп жіберетін боламыз. Басқа бір ыдысқа құрғақ заттарымызды салып аламыз. Ол ұн, разрыхитель және де какао. Осы үшеуін салып, жақсылап тұрып, лопаткамен араластырып, барлығын біркелкі қылып біріктіріп аламыз. Араласқан құрғақ заттарымызды жұмыртқалы массаға салып, ақырын миксерді қоспай тұрып, кішкене араластырып аламыз. Өйткені қазір біз бірден миксерлейтін болсақ, онда жан-жаққа құрғақ заттың барлығы шашырап кететін болады. Енді ақырындап отырып миксермен араластырамыз. Бұл қою масса болғандықтан миксерлеріңіздің шамасы жетпей күйіп кету қаупі бар. Сол себептен ақырындап өшіріп қосып отырып араластырыңыздар. Соңында лопаткамен бір араластырып жіберіңіздер. Өйткені жан-жағында араласпай қалған ұндар болып қалуы мүмкін. Бізде қою масса шығады. Осыны енді кондитерлік мешокқа саламыз. Негізі бұл массаның құрамында шоколад және де сары май болғандықтан біраз уақыт холодильникке салсаңыздар, қоюлана түсетін болады. Егер де үйлеріңізде кондитерлік мешок болмаса, жарты сағатқа холодильникке салып, қоюланғаннан кейін шарик қолмен жасап, вупи десертті жасай берулеріңізге болады. Массаны кондитерлік мешокқа салғаннан кейін пергамент бумагасының үстіне осындай ақырын біркелкі етіп шариктер жасап шығамыз. Араларын біраз ашып және де шахматный порядокпен жасасаңыздар, өйткені қазір пісірген кезінде бұл жайылады. Барлығын осылай құйып шыққаннан кейін қолымызды сәл сулап аламыз да, бетіндегі үшкір болып тұрған жерлердің барлығын ақырын басып шығамыз. Сол кезінде вупи десерттің крышечкалары әдемі тегіс болып піседі. Осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Міне осындай жұмсақ, дәмді крышечкалар пайда болады. Сосын суығаннан кейін бірдей размердегі парларын тауып, осыған бір парына крем жағып шығатын боламыз. Мен вупи десертке крем-чиз кремін қолданамын. Яғни творожный сыр, сливки, қанттан тұрады. Мөлшерін төменде описаниядан көре аласыздар. Міне кремнің барлығын жағып болғаннан кейін, екінші парасын бетіне жауып, ақырын үстін басып, кремді толық сыртына біркелкі болып шыққанға дейін басын қыраймыз. Осымен біздің вупи десерт дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді. Жемес бұрын холодильникке беті жабық ыдысқа 1-3 сағаттай салып алсаңыздар, кремі сіңіп, одан да керемет дәмді болады. Қыздар, сіздерге өзім тапсырысқа жасап жүрген вупи десерттің рецептімен бөлістім. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздерге рецепт ұсынған Гүлдария.